Ассалаумалейкум, құрметті достар. Біз бүгін тағы да өткен ғасырлардан ауылдарымызда, далаларымызда сақталынып қалынған, немесе қазіргі уақытқа дейін жұмыс жасап жатқан тарихи ескерткіштерге, нысандарға саяхатымызды жалғастырамыз. Мен қазір екі бірдей дәуірдің куәсіне айналған шаруашылық экономикалық объектілердің ортасында тұрмын. Оның біріншісі мынау 1903 жылы құрылысы басталып, 1906 жылы пайдалануға берілген Орынбор-Ташкент темір жолының көпірінің астында тұрмын. Көпір сол 1903 жылы басталып, құрылысы 1906 жылы аяқталған темір жолдың көпірі мынау. Тура сол Ақпатшы дәуіріне салынған. Кешегі алдыңғы анау қазақы там туралы қойылған видеода Ақпатшы дәуірі деп айтып жаттыңыздар ғой. Вот сол Ақпатшы дәуірінде салынған нағыз тарихи объекті мынау. Міне көпір. Бұл көпірдің үстінде қазір темір жол. Орынбор-Ташкент темір жолы сол кезде сол айталды 1903 Ақпатшы дәуірінде. Кейіннен бұл темір жол Москва-Алматы, Москва-Ташкент деп түрлі атауларға ие болды. Міне мынау сол кезде салынған көпір. Мына астында, көпірдің астында мынау несінен қарай берсеңіздер болады, сол Ақпатшы дәуірінде, сол Николай патша дәуірінде салынған мынау көпірді тірейтін тіреуіш стойка. Тастан салынған, көрдіңіздер ме? Өте мықты тастан салынған. Мына үстіндегі мынау плитасы бірақ кеше 1970-80 жылдары ауыстырылған. Мен бұны сұрадым. 70-80 жылдары тозған плитасы, бұрын ғана Ақпатшы дәуірінде салынған плита. Соны ауыстырған, одан кейін рельстерді ауыстырған. Енді біраз реконструкцияға ұшыраған. Бірақ мынау тіреуші, мынау нелері өзі көрініп тұр ғой. Тастары сол Николай заманында салынған, яғни 1905-6 жылдар салынған темір жолдың, көпірдің жалпы негізгі бағандары. Одан кейін мынау енді жанында осы көпірдің астынан Арыс-Түркістан каналынан тартылған мынау цемент арық ағып жатыр. Шаруашылық объекті бұл енді, шаруашылық. Атақты 1950 жылдары салынған Арыс-Түркістан каналы бар ғой. Сол каналдан тартылған мынау арық. Бұл енді мына жаққа қарай ағып жатыр. Бұл арықтан көптеген диқандар қазір күн көріп отыр. Өздерінің қарбыз поляларын суарады, бидайларын суарады, басқа да егістіктерін суарады. Бұл арық 1970 жылдар салынған. Бұнда сұрадым, 1970 жылдар салынған. Кешегі кеңес үкімет дәуірінде колхоз, совхоз кезінде салынған. Бұл да енді сапалы салынған. Қараңыздаршы, үстіндегі несі бар, қалың темірі. Темір өте қалың, көрдіңіздер ме? Суды қараңыздар, жарықтық. Арыс-Түркістан каналынан тартылған арық, осы цемент арық. Бұлай қарай бірнеше километрге созылып жатыр. Бүкіл жаңағы егістіктерді, егістік полялардың арасын аралап, солардың барлығын сумен қамтамасыз етуге арналған бұл арықтың мақсаты. Өте жақсы. Мынау енді темір жол. Бұл темір жолдан енді Орынбор-Ташкент темір жол деп аталды алғашқы кездері. Одан кейін ол атау алынып тасталды. Кеңес үкімет дәуірінде бұл темір жол енді Ташкент пен Мәскеудің арасын жалғастырды. Одан кейін ары қарай Алматыға созылды. Қазір Алматы мен Москваның ортасына қатынайтын пойыздар именно осы көпірдің үстімен өтеді, осы жолмен өтеді. Көрдіңіздер ғой, екі линия сақталған. Бұлардың барлығы енді қазір мына көпірге мысалы салынғанда, темір жолдың салынғанда 100 жылдан астам уақыт өтті. 1903 жылы басталған құрылысы, 1906 жылы біткен, пайдалануға берілген. Қанша жыл өтті? 110, 119, 120 жыл өтіпті почти. Пайдалануға берілген уақыттан бастап 120 жыл уақыт өткен. Мынау кеңес үкімет дәуіріне салынған арықтың салынғанына да уже 70 жылдар, 73 жыл ма салынған. Одан бері де қараңыздар, қазір 50 жылдан астам уақыт өткен. Барлығы да білген адамға, білгенге маржан, білмегенге арзан деген сияқты, бұлардың барлығы да тарихтың тұнып тұрған көзі, біздің ата бабаларымыздың, әке-шешелеріміздің жүріп өткен жолдары. Жақсы.